Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы отбасылық дәстүр мен мерекелер. Сабақтың тақырыбы тұсаукесу. Сабақ мақсаты ауызекі стилдегі мәтіндердің мазмұны мен тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру. Балалар, біз бүгін сабағымызды өлең жолдарымен бастаймыз. Қаз-қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қадамыңа қарайын, басқаныңды санайын. Ал енді сұрақ, бұл өлең сіздерге таныс па? Және қай жерде айтылады? Қадамыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін, қаз-қаз балам, қаз балам, қадамыңды жаз балам, қадам бассаң мәз болам, тағы баса ғой деген тақырыпты мен тұсаукесу деген тақырыптан оқыдым. Салт дәстүрлер өте көп. Соның бірі тұсаукесер. Тұсаукесерде баланы екі жағынан екі қыз немесе екі бала кілемнің соңына дейін апарады. Сосын кішкентай бала өзіне таңдау жасайды. Таңдаулардың арасында домбыра, ақша, тағы да басқа заттар болады. Соның бірін бала таңдап, сол ақылды немесе сол байлықты иесі болады. Және де тұсаукесерде баланың жасы бірге толған кезде ғана тұсауын кеседі. Және де тұсаукесерде ала жіппен ғана кеседі. Ақ жібі жақсылықпен, қара жібі жамандықпен теңеледі. Ақ жіпті әдейі көбірек, ал қара жіпті азырақ істейді. Себебі баланың өмірінде жақсылық көп болсын, ал жамандық аз болсын деген ырыммен сауын ала жіппен кеседі. Баланың алғаш рет тай басып келе жатқанындағы тұсаукесер деген қазақ халқының әдеп ғұрпы және де ырымы болып табылады. Сол кезде айтылатын бұл өлең. Қазақта көптеген салт дәстүрлер бар. Мысалы, оның ішінде шілдехана, бесік той, тұсаукесер, тілашар және де тағы да басқа салт дәстүрлері бар. Соның ішінде тұсаукесерді алатын болсақ, тұсаукесер сәби қас тұрған кезінде тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ырым. Ол үшін баланың тұсау кесетін кезде оның аяғын ала жіппен байлайды. Сосын оның тұсауын кесіп болғаннан кейін оны екі қолынан екі кісі ұстап тез жүгіртіп алып кетеді. Және оның қадамнан шашу шашады. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қадамыңды жаз балам, тағы баса ғой, алты қырдан аса ғой деген өлең шумақтарымен аяқтаймын. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бала бір жасқа жақындаған кезде осы біздің тұсаукесер рәсімі орындалады, және сол рәсімде осы өлеңді кесіп отырып, осы өлең жолдарын оқиды екен. Балалар, бүгін біз қазақ халқының салт дәстүрінің бірі тұсаукесу рәсімі туралы білетін боламыз. Тұсаукесу рәсімі бала жүре бастағанда, аяғын қаз-қаз басып келе жатқанда жасалатын дәстүр. Бұл дәстүрге қазақ халқы өте үлкен мән берген. Жалпы баланың аяқ алысы, жүрісі, қадамының нық болуы осы тұсау кесуге байланысты деп сенген. Және осыған орай үлкен той жасаған. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыпты біз ары қарай түсіну үшін оқу мақсатындағы ауызекі сөйлеу туралы түсінік қалыптастырып алуымыз керек. Жалпы ауызекі сөйлеу дегеніміз не? Соны түсініп алайық, жарай ма? Оқушылар, ауызекі сөйлеу стилінде берілген мәтінге назар аударайық. Барлығымыз бірге оқиық.
Бірінші мәтін дастархан басындағы әңгіме. Бірінші мәтінді оқып болсақ, енді екінші мәтінді де оқып шығайық. Әже мен немеренің сұхбаты. Екі мәтінді де оқып болсақ, балалар, енді осы мәтіндерге сай тапсырмалар орындайық. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі тапсырмаларды өз уақытысында белсенділік танытып орындадыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Енді үйге тапсырма алыңыздар. Үйге тапсырма менің тұсаукесер тойым тақырыбында ауызекі сөйлеу стилінде диалог құрып жазасыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бізге бүгінгі сабақ түсінікті болды. Біз бүгін тұсаукесу тақырыбын өттік. Тұсаукесу рәсімін қалай кесу керек екенін үйрендік. Берілген тапсырмаларды жарыса орындадық. Үй тапсырмасын уақытылы жібереміз. Келесі сабаққа дейін сау болыңыз. Сабақ бізге түсінікті болды. Және де мен тұсаукесер туралы білдім, және де тапсырмалар орындадым. Бүгінгі сабақ маған өте қызықты болды. Келесі кездескенше сау болыңыз, әпке. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Маған ұнады. Біз бүгін тұсаукесер туралы көптеген мағлұматтар алдық. Сыныптастарымызбен тапсырмаларды жарыса орындадық. Енді үй тапсырмасын уақытылы жіберуге тырысамын. Сау болыңыз, әпке. Келесі сабаққа шейін. Бүгінгі сабақ мен үшін өте түсінікті болды. Және де бүгінгі сабақта біз тұсаукесер туралы көптеген мәліметтермен таныс болдық. Олардың бірі біз осындай ала жіпті байлау арқылы кішкентай нәрестелердің жолын ашамыз. Мен осы тақырыпта үй жұмысын қалдырмай орындауға тырысамын. Және де сізге көп рахмет, Маржан Шаденова.